Сәлем достар, бүгін біз бірге «Во все тяжкие» сериалының 3-ші маусымын талқылаймыз. Бұл маусымның деңгейі мүлде бөлек, сондықтан кіріспені созып отырмаймын. Бастамас бұрын қолдарыңа бірдеңе алып, ыңғайланып отырыңдар. Егер алдыңғы маусымдарға арналған видеоларды көрмеген болсаңдар, алдымен соларды қарап шыққандарың дұрыс. Әйтпесе кейбір оқиғаларды түсіну қиын. Ал енді дәстүр бойынша алдарыңда Уолтер Вайт пен Джесси Пинкманның қатысуымен тағы бір сағаттық керемет оқиғалар күтіп тұр. Бірақ видео басталмай тұрып лайк басып, арнаға жазылып кетуді ұмытпаңдар. Кешкі уақыт. Құдай ұмытқандай бір шағын мексикалық ауыл. Жол бойымен еңбектеп келе жатқан бір ер адам көрінеді. Біраз уақыттан кейін оған ауылдың басқа тұрғындары да қосылады. Олардың арасында ерекше көзге түсетін екі мексикалық та бар. Олардың барлығы бірге қолында орағы бар қаңқаның мүсіні тұрған жергілікті қасиетті орынға келеді. Сол жерде әлгі екі адам біздің Хайзенбергтің суретін әлгі мүсіннің жанына іліп қояды. Осылайша олар өздерінің белгісіз мақсатын орындағандай болады. Ал енді жаңалықтарға келсек, өткен маусымның соңында қала үстінде екі-үш соқтығысқаны естеріңде болса керек. Қазір бүкіл ел осы оқиғаны талқылап жатыр. Тергеу нәтижесінде кінәлі адамды анықталған. Ол әуе диспетчері Дональд Марголис, яғни Джейннің әкесі. Осы ауыр қайғыдан кейін Волт үйіне келіп, бар ақшасын өртеп жібермек болады. Бензин құйып, бәрін өртемек болған сәтте өзінің не істеп жатқанын түсініп, жалынды өшіруге тырысады. Алайда сол кезде киімі отқа оранып, амалы қалмаған соң бассейнге секіруге мәжбүр болады. Ал Скайлер болса адвокатқа барып, Уолтермен ажырасу туралы мәселені талқылайды. Ол ажырасқаннан кейін балалар мен үйдің өзінде қалғанын қалайды. Айта кетсек, бұл үй екеуінің де атына рәсімделген. Осы уақытта Хэнк Уолтерға заттарын жинауға көмектесу үшін келеді. Екеуі киім-кешектерді көлікке тиеп жатады. Хэнк әдеттегідей ақылын айтып, кеңестерін жаудыра бастайды. Оның ойынша, Уолтер біраз уақыт көзден таса болып, кейін гүл алып қайта оралса, бәрі өз қалпына келеді. Бірақ дәл сол сәтте Хэнк ауыр сөмкені көтеріп көріп, таң қалып қалады. Мұның ішінде не бар, кірпіш тасып жүрсің бе дейді әзілдеп. Алайда оның ішінде кірпіш емес, Уолтердің жасырған қомақты ақшасы жатқан еді. Хэнк сөмкенің салмағын сезген кезде көзі шарасынан шыға жаздайды, бірақ артынша бәрін әзілге айналдырып күліп жібереді. Уолт, сен нағыз әзілқой екенсің, стендапқа барып көрсең қайтеді дейді ол. Біраз уақыттан кейін Скайлер мен Холли үйге оралады. Осы арада Уолтер хабарласып үлгерген еді. Ешкім телефон көтермеген соң ол дауысты хабарлама қалдырып, қай қонақ үйге орналасқанын және қажет болса қалай байланысуға болатынын айтады. Бұл сөздерді естіген Флинн шыдамай телефонды өзі көтереді. Маған біреу түсіндірсе болмай ма? Не болып жатқан ешкім айтпайды ғой деп ашуланады. Келесі күні мектепте ұшақ апатына байланысты арнайы жиналыс өткізіледі. Оқушылар өз ойларын айтып, болған оқиғаға қатысты сезімдерімен бөліседі. Кейін сөз мұғалімдерге беріледі. Солардың ішінде Уолтер Вайт та бар. Алғашында ол балаларды жұбатуға тырысады. Мұндай қайғылы оқиғалардың өмірде болатынын, уақыт өте келе бәрі ұмытылатынын айтады. Бірақ сөйлеген сайын оның сөзі біртүрлі бағытқа ауысып, жиналғандардың бәрін ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Осы уақытта алғашқы бөлімде көрген екі мексикалық тағы да әлгі ауылға келеді. Олар бұрын қалдырған заттарын алып, арнайы киімдерін киеді. Кейін үнсіз ғана өзенге түсіп, қарсы бетке өтіп кетеді. Ештеңе айтпай белгісіз бағытқа қарай жүгіріп жоғалады. Кешке қарай Уолтер Флиннді үйіне әкеледі. Флинн әкесінің ішке кіргенін қалайды, бірақ Уолтер бас тартып кетіп қалады. Үйге кірген бойда Флинн анасына шүйлігеді. Ол Скайлердің әкесіне деген қарым-қатынасына наразы еді. Оның ойынша әкесі ондай жаман адам емес, бір қателік жасады деп отбасын осылай күйретудің қажеті жоқ деп есептейді. Ал Джесси болса сол кеште оңалту орталығында отбасында отыр еді. Топ жетекшісі одан дәл қазір не ойлап отырғанын сұрайды. Басында Джесси бұл адамды аса жақтыра қоймайды. Өзін өмірдің данышпанындай ұстап, өзгелерге ақыл айтқанын түсінбейді. Бірақ шын мәнінде бұл адамның өз басынан да ауыр трагедия өткен еді. Ол кезінде есірткі мен алкогольдің әсерімен көлік жүргізіп, соның кесірінен өз қызынан айырылған болатын. Сондықтан оның айтқан сөздерінің артында үлкен қайғы мен тәжірибе жатыр. Ал Скайлер болса Уолтермен тағы да сөйлесуге тырысады. Ол ажырасу құжаттарын көрсеткен кезде Уолтер қарсы шығады.
Ол өзін тыңдамағанын айтып, бұл некеде бақытты екенін жеткізеді. Әйелін де, балаларын да қатты жақсы көретінін айтады. Бірақ Скайлер бәрін біледі. Ол Уолтердің ойлағанынан әлдеқайда көп нәрседен хабардар болатын. Дәл осы уақытта әлгі екі мексикалық шекарадан өтіп Техасқа жетеді. Олар отырған фургонда тағы бірнеше адам бар еді. Жолаушылардың бірі әңгіме бастамақ болған кезде олардың етігіндегі ерекше белгі бас сүйекті байқап қалады. Сол сәтте оның өңі өзгеріп, лезде үнсіз қалады. Бірнеше секундтан кейін жағдай күрт өзгереді. Екі ағайынды фургондағы адамдардың бәрін, тіпті жүргізушіні де аяусыз өлтіреді. Кейін көлікті өртеп жіберіп, өз мақсаттарына қарай жол тартады. Екінші бөлім. Шексіз созылған тас жол. Уолтер көлігімен кетіп бара жатып, көңілді әндетіп отыр еді. Бірақ кенеттен оны жол полициясы тоқтатады. Себебі көлігінің алдыңғы әйнегі сынған болатын. Уолтер бұл жағдайдың себебін түсіндіруге тырысады. Әйнек жақында болған ұшақ апатынан кейін түскен сынықтардың кесірінен бүлінгенін айтады. Полиция құжаттарын тексеріп шығып, қалай болғанда да айыппұл салуға мәжбүрмін. Мұндай әйнекпен көлік жүргізуге болмайды дейді. Осы сөзден кейін Уолтердің жүйкесі сыр бере бастайды. Ол өзінің кінәсі жоқ екенін айтып ашулана жөнеледі. Үйінің үстіне ұшақ сынықтары құлағаны үшін жазалануы әділетсіз деп санайды. Алайда полиция оның агрессиясына жауап ретінде бұрыш газының баллонын қолданады. Келесі сәтте Уолтер ауырсынудан айқайлап жол жиегінде дәрменсіз қалып қояды. Осы арада Хэнк бөлімшедегі әріптестеріне өртеніп кеткен фургон жайлы айтып береді. Көліктің ішінде заңсыз мигранттар болғанын түсіндіріп, бұл істі мұқият тексеруді тапсырады. Әңгіме барысында ол тағы бір маңызды жаңалықты естиді. Көкмет өндірісінің ізі қайтадан жоғалып кеткен. Хайзенбергтің өнімі 2 аптадан бері мүлде көрінбеген. Дәл сол сәтте Хэнкке біреу хабарласады. Ал Джесси бұрынғы үйінің жанынан өтіп бара жатып, оның сатылымға қойылғанын байқайды. Үйге жақындаған кезде әкесі шығып, ата-анасының бұл жерден құтылғысы келетінін айтады. Аздап жөндеп жасап, тезірек сатып жібермек. Уолтер болса полиция бөлімшесінде отыр. Хэнк оны полицейлердің алдында ақтап алуға тырысады. Ақыры Уолтер кешірім сұрап, бостандыққа шығады. Сыртқа шыққан соң ол Хэнкке Скайлердің ажырасуға арыз бергенін айтады. Тіпті балалармен кездесуіне де қарсы екенін жеткізеді. Мұны естіген Хэнк қатты таңғалады. Кейін Уолтер Соулдың кеңсесіне барып жағдайды түсіндіреді. Соул болса Скайлердің Уолтердің құпия бизнес жайлы полицияға айтып қоймайтынына сенімді. Өйткені оның салдары тек Уолтерға емес, бүкіл отбасыға да тиеді. Сонымен қатар Соул Уолтерді жұмысты тоқтатпауға көндіргісі келеді. Мұндай табысты клиенттен айырылғысы келмейді. Сақтық үшін ол Скайлердің соңынан бақылау ұйымдастыруды шешеді. Кешкі ас кезінде Флинн, Скайлер, Мэри және Хэнк бірге отыр еді. Скайлер ұлын Флинн деп атаған кезде үлкен жанжал басталады. Жасөспірім ашуға мініп, менің атым Уолтер кіші, тіпті өз ұлыңның атын айту қиын ба деп анасына қарсы шығады. Ашу үстінде анасына ауыр сөз айтып үйден шығып кетеді. Хэнк жағдайды Мэриге түсіндіруге тырысады. Оның ойынша Уолтер Скайлерге опасыздық жасаған болуы мүмкін. Бірақ Мэри мұның артында әлдеқайда үлкен құпия жатқанын сезеді. Осы уақытта Джесси Соулға барып, өз ақшасын алады. Соул тағы да Уолтер жайлы шағымдана бастайды. Оның енді Мэтті пісіргісі келмейтінін айтып ренішін білдіреді. Бірақ Джессиге бұл аса қатты қызық емес. Ал шекарадан өткен екі ағайынды қарттардың үйіне келеді. Онда олар Туканың сал болып қалған ағасымен байланыс орнатуға тырысады. Біраз уақыттан кейін олардың мақсаты анықтала бастайды. Олар Уолтер Уайтты іздеп жүр. Сол уақытта Флинн әкесіне хабарласып, қайда екенін айтады. Уолтер оны өзіне шақырады. Бірақ Флинн анасын қатты ренжіткендіктен үйіне қайтқысы келмейді. Көп ұзамай Соул Джессидің ата-анасымен кездеседі. Әңгіме олардың үйін сатып алу жайлы болады. Соул үйдің сұралған бағасы тым жоғары екенін айтып, $400,000 ұсынады. Әрине ата-анасы мұндай ұсынысқа келіспейді, бірақ Соулдың қолында маңызды козыр бар еді. Ол үйдің жертөлесінде бұрын заңсыз зертхана болғанын білетінін айтады. Бұл ақпараттың құжаттарда көрсетілмегені үлкен мәселе болатын. Егер іс сотқа дейін жетсе, ата-анасы үйден айырылып қалуы мүмкін. Осылайша олар қысымға түседі. Кешке Уолтер үлкен пицца сатып алып үйіне келеді. Бірақ Скайлер оны ішке кіргізбейді. Есіктің ар жағында қалған Уолтердің жүйкесі сыр беріп, ашумен пиццаны үйдің шатырына лақтырып жібереді. Келесі күні таңертең Скайлер хабарласып, оның әрекеттеріне қатты ашуланғанын айтады.
Егер тағы да мазалай берсе, полиция шақырып мәселені сот арқылы шешетінін ескертеді. Ал Джесси бұрынғы үйінен соңғы заттарын жинауға келеді. Сол кезде риэлтор оған үйдің әлдеқашан сатылып кеткенін хабарлайды. Бірақ Джесси күлімсіреп, жаңа иесі менмін дейді. Осы арада Майк Уолтердің үйіне тыңдау құрылғыларын орнату үшін отбасының кетуін күтіп жүреді. Скайлер сыртқа шыққан соң іске кіріспек болады. Алайда күтпеген жерден Уолтердің өзі келеді. Ол үйге кірмек болғанда құлыптардың ауыстырылғанын байқайды. Бірақ басқа жол тауып үйге шатырдағы люк арқылы кіреді. Майк кетуге дайындалып тұрған кезде тағы бір қауіпті нәрсені байқайды. Үйдің алдына әлгі мексикалық екі ағайынды келіп тоқтайды. Қолдарында балта. Олар үнсіз үйге кіреді. Ал дәл сол сәтте Уолтер душ қабылдап жатқан еді. Майк бірден Соулға хабардар береді. Соул болса бұл ақпаратты Густаво Фринкке жеткізеді. Екі ағайынды ванна бөлмесінің жанында отырып, Уолтердің шығуын күтеді. Бірақ сол сәтте оның телефонына белгісіз хабарлама келеді. Хабарламаны көрген соң олар жоспарларын өзгертіп, ешкімге тиіспестен үйден шығып кетеді. Үшінші бөлім дәл осы жерден басталады. Бізге алдыңғы маусымда өлтірілген Тартуга есімді адамды көрсетеді. Барға біраз уақыттан кейін оның бастығы келеді. Қолында ерекше сыйлығы бар. Сыйлық қарапайым тасбақа болып шығады. Бастығы оған арнайы жазу жазып береді. Ал арада көп өтпей әлгі екі ағайынды да пайда болып Тартуганы ұстап алады. Осылайша картель ішіндегі опасыздық үшін ауыр жаза орындалады. Демек, алдыңғы маусымдағы тасбақаның үстінде орындалған өнердің авторлары осы екі ағайынды еді. Марко Саламанка және Лионель Саламанка, мексикалық есірткі картелінің кәсіби киллерлері. Саламанка әулетінің мүшелері. Олардың ағасы Гектор Саламанка, туыстарының арасында Тука Саламанка және Лало Саламанка бар. Өте аз сөйлейді, көбіне мүлдем үнсіз жүреді, эмоция көрсетпейді, тапсырманы еш ойланбастан орындайды. Жақсы дайындалған жауынгерлер және мергендер. Ал қалада Уолтердің жағдайы одан сайын күрделене түседі. Шатырдағы пиццаны алып жатқан сәтінде оны Майк бақылап тұрған болатын. Көп ұзамай Скайлер үйіне қайтып келеді де Уолтердің көлігін байқап қалады. Бірден телефон шалып, оның не үшін келгенін сұрайды. Уолтер терезеден басын шығарып, үйге қайта оралғанын айтады. Скайлер қатты ашуланып, егер бірден кетпесе, полиция шақыратынын ескертеді. Ол телефонды алып нөмір тере бастаған сәтте үйге Флинн келіп қалады. Осылайша Флиннің күтпеген жерден келуі жағдайды уақытша болса да тыныштандырады. Уолтер тағы бір рет үлкен жанжалдан аман қалады. Кейінірек Гомес Хэнктен неге кенеттен Хайзенбергсін доғарғанын сұрайды. Ақыр соңында көкмет те жоғалып кеткен, жаңа іздер де жоқ. Бірақ Хэнк бұл іске нүкте қоймаған еді. Ол өзінің ішкі түйсігіне сенетінін айтады. Оның ойынша бәрі қайта басталғалы тұр. Хайзенберг жоғалған жоқ, тек уақытша көзден таса болған. Осы уақытта Джесси Соулдың кеңсесіне келеді. Соул оны көрген бойда эмоциясын жасыра алмай айғайлап қарсы алады. Бірақ ашудың астарында маңызды себеп те бар еді. Ол Джессиге келесі күні Густаво Фринкпен кездесу ұйымдастыратынын хабарлайды. Ал Густаво дәл сол күні Майкпен жеке сөйлесіп отыр еді. Густаво Фринк Breaking Bad және Better Call Saul сериалдарындағы ең ақылды әрі қауіпті кейіпкерлердің бірі. Густаво сырт көзге өте сыпайы, қайырымды кәсіпкер болып көрінеді. Ол өзінің қуырылған тауық сататын желісі Los Polos Hermanos арқылы қоғам алдында жақсы бедел қалыптастырған. Бірақ бұл бизнес есірткі тасымалдауды жасыратын бетперде болған. Майк оған Уолтердің ауруханадағы медициналық құжаттарын береді. Тексеру нәтижесі бойынша Уолтердің физикалық жағдайы жаман емес, денсаулығы қалыпты деңгейде. Алайда психологиялық жағынан мәселе бар екені анық байқалады. Сонымен қатар Майк тағы бір маңызды ақпарат жеткізеді. Ол Туканың ағайындылары Уолтердің үйіне келгенін және асфальтқа орақтың белгісін салып кеткенін айтады. Бұл олардың нысананы анықтап қойғанын білдіретін белгі еді. Сол кезде Соулдың ұсынысын тыңдаған Гус Джессимен жұмыс істеу идеясына қызығушылық танытады. Ол Уолтер мен Джесси арасындағы келіспеушілік туралы естіген соң, осы жағдайды өз пайдасына қолдануға болатынын түсінеді. Егер бәрі дұрыс ұйымдастырылса, Уолтерді қайтадан өндіріске қайтаруға мүмкіндік бар еді. Ал Хэнк болса тергеуді өз бетінше жалғастырып, ол бұрын Джесси есірткі сатып кеткен жанармай бекетіне келеді. Қолында дәл сондай пакет бар. Кассирден оның қайдан шыққанын сұрайды.
Әдеттегідей алғашқы жауап ештеңені білмейміз. Бірақ біраз қысымнан кейін әйел сөйлей бастайды. Оның айтуынша әлгі адам трейлермен келген. Дүкен камералары қажетті кадрларды түсірмегенімен, жақын маңдағы банкоматтың камерасы жұмыс істеп тұрған болуы мүмкін. Бұл Хэнк үшін маңызды із болатын. Ал Джесси белгісіз бір адаммен көпірдің астында кездеседі. Ол оған сөмкені тапсырады, ал өзі ақшасын алады. Бірақ ақшаны санап шыққан кезде көңілі толмай қалады. Күткен соманың тек жартысы ғана берілген еді. Мұны көрген Джесси бірден наразылық білдіріп, алдындағы адамнан түсініктеме талап ете бастайды. Ол өзін алдап кеткендерін түсініп, жағдайдың ушыға бастайтынын сезеді. Хэнктің бастығы одан Эль-Пасоға барасың ба деп сұрайды. Хэнк барамын дейді, бірақ Хайзенберг ісінде жаңа деректері пайда болғанын айтады. Ол бастығына зертхана ретінде пайдаланылған фургонның суретін көрсетіп, өзінің көшпелі зертхана туралы болжамы дұрыс болғанын жеткізеді. Сондықтан алдымен Хайзенберг ісін аяқтап, содан кейін ғана Эль-Пасоға барғысы келетінін айтады. Бірақ бастығы оны таңдау жасауға мәжбүрлейді. Ақырында Хэнк бұл ойынан бас тартады. Осы кезде бір бейтаныс адам Уолтерға келіп, ақша береді де кетіп қалады. Бұдан кейін өткен шақтағы оқиғалар көрсетіледі. Уолтер Джессимен жаңа фургон сатып алу туралы сөйлеседі. Бірақ Джесси ақшаға арзан фургон сатып алудың мәні жоқ екенін айтып, түрлі сылтаулар айтады. Кейін белгілі болғандай, Уолтер берген ақшаны Джесси, Комбо және Скинни Питпен бірге көңіл көтеруге жұмсап қойған. Келесі күні олар не істеу керегін ойлайды. Алғашында Джесси бәрін тастап жасырынуды ұсынады. Бірақ Комбо жаңа фургон тауып бере алатынын айтады. Біраз уақыттан кейін ол шынымен де басқа фургон тауып кілтін Джессиге береді. Үйде Скайлер кешкі ас дайындап жатады. Ал Уолтер Джессимен телефон арқылы сөйлеседі. Джесси Уолтердің өзінен жасырын біреумен келісіп қойғанына күмәнданады. Уолтер оған ашуланып, енді өзі жалғыз жұмыс істейтінін айтады. Сол уақытта Хэнк пен Гомес сондай фургондардың бірін бақылап жүреді. Хэнк төбесіне шығып, ішіне қарамақ болады, бірақ оның күдігі босқа шығады. Ішінде медзертханасы емес, карта ойнап отырған адамдар ғана болады. Үйге келген соң Мэри Хэнктен неге Эль-Пасоға бармай қалғанын сұрайды. Хэнк алдымен Хайзенбергтің ісін аяқтағысы келетінін айтады. Кейін ашуланып, өзін қорқақ емес екенін, тек әріптестерінің көз алдында ауыр жараланғанын көргеннен кейін психологиялық соққы алғанын мойындайды. Уолтер Густавоға өзіне берілген ақшаны көрсетіп, мұның бәрі оны қайтадан мед пісіруге итермелеу үшін жасалған айла екенін айтады. Ол Джессидің жалғыз өзі сапалы өнім шығара алмайтынын жеткізеді. Бірақ Гус Джессидің өнімі жаман емес екенін айтып жауап береді. Уолтер Густың айласын түсінгенін айтып, ұсыныстан бас тартады. Сонда Гус оған бір жерді көрсеткісі келетінін айтып, өзімен бірге жүруге шақырады. Осы арада Скайлер Тедтің үйіне келеді. Көлікте отырған кезде оған Мэри хабарласып, қайда жүргенін сұрайды. Себебі Скайлер қызы Холлиді Мэриге қалдырып кеткен болатын. Густаво Уолтерді алып барып, үлкен кір жуатын кәсіпорынның астында орналасқан жасырын зертхананы көрсетеді. Ол жерде аптасына 90 килограмм өнім өндіруге болатынын айтады. Бұл зертхананы салуға миллиондаған доллар жұмсалғанын жеткізеді. Бірақ ол бірден келісе қоймайды. Содан кейін ол ер адамның міндеті туралы ойын айтады. Ер адам отбасына қамтамасыз ету керек. Оны жақсы көрмесе де, құрметтемесе де, ол бәрібір өз міндетін атқара береді. Өйткені ол ер адам. Кешке отбасы бірге тамақ ішеді. Тамақтан кейін кіші Уолтер бөлмесіне кетеді. Холли жылай бастағанда Скайлер Уолтердан қызын қолына алуын сұрайды. Уолтер қызын құшағына алып қатты қуанады. Келесі күні Хэнк тізімдегі соңғы фургонды тексереді, бірақ тағы да ештеңе таппайды. Содан кейін Гоместі қызметі жоғарылауымен құттықтап, оған сыйлық береді. Мерекеден кейін Гомес Хэнкке тағы бір күмәнді фургон туралы құжаттар әкеледі. Осы уақытта Скайлер кір жууға киім жинап жүріп, Уолтердің жасырған ақша толы сөмкесін қайта көреді. Кейін ол Саул Гудманға барып, Тед Бенеккамен болған қарым-қатынасы туралы айтып береді. Сонымен қатар оның ойында бір нәрсе өзгергенін жеткізеді. Ол Уолтердің шынымен де бәрін отбасы үшін жасап жүрген болуы мүмкін деген ойға келеді. Үйге келгенде Скайлер Уолтердің қол қойған ажырасу құжаттарын тауып алады. Саул мен Джесси Уолтермен кездеседі. Саул Густың жоспарын түсіндіріп,
Джессиге ештеңе істемей-ақ табыстың 10%-ын бермек болғанын айтады. Кейін ол Уолтерге $3 миллион 3 ай жұмыс үшін ұсынып отырғандарын еске салады. Алғашында Соул қарсы болғанмен, осынша ақшаны естіген соң бірден пікірін өзгертіп, ақшаны заңдастыру үшін өз көмегін ұсынады. Уолтер бұған ашуланып, Джессиге енді өзінің формуласымен мед пісіруге тыйым салатынын айтады. Көшеге шыққан соң Джесси ашу үстінде Уолтердің жаңа жөнделген көлігінің әйнегін сындырады. Сол кезде Хэнк соңғы тіркелген фургонның иесін іздеп барады. Үй иесі бұл фургон әлдеқашан ұрланғанын айтады. Хэнк оны кім ұрлағанын сұрағанда, әйел менің ұлым деп жауап береді. Кейін белгілі болғандай, бұл әйел Комбоның анасы болып шығады. Ал Комбо 2 ай бұрын қаза тапқан болатын. Серияның келесі бөлігінде бір полиция қызметкері шалғайдағы үйді тексеруге келеді. Үйде тұратын қарт әйелден хабар болмағандықтан көршілер полиция шақырған. Полицей үйге кіріп әлгі әженің мәйітін табады. Көмек шақырғаннан кейін үйдегілерге сыртқа шығуды бұйырады. Сол кезде сыртқа Туканың немере ағалары Саламанка егіздерінің бірі шығады. Ал екіншісі арт жағынан келіп балтамен полицейді өлтіреді. Осы арада Скайлер Уолтерден ажырасуды қалай түсіндіретінін сұрайды. Сонда Уолтер барлық қажетті шығындарды өзі төлейтінін айтады, және мен отбасымды асыраймын дейді. Скайлер оған соңғы 6 айдағы барлық төлемдердің қайдан келгенін сұрап, Уолтердің ақшасының заңсыз екенін меңзейді. Уолтер жаңа үй жалдап алады да бөлек тұра бастайды. Ал Туканың немере ағалары Гус Фринктің мейрамханасына келіп, күні бойы үнсіз отырып оған қарап отырады. Бұл Гусқа жасалған ескерту еді. Осы уақытта Джесси Бэджерге өзінің жаңа өнімін көрсетіп байқап көруді ұсынады. Бэджер қолданып көрген соң қатты әсерленіп, тіпті билеп ән айтып кетеді. Ақырында өнімнің өте сапалы екенін мойындайды. Джесси достарына қайтадан бизнеске оралуды ұсынады. Бэджер мен Пит келіседі. Олар дайындық жұмыстарын бастайды. Бэджер фургонды жөндеуге кетеді, ал Скинни Пит қажетті заттарды сатып алуға шығады. Келесі күні таңертең Уолтер таңғы асын ішіп, ұлын мектепке апарады. Жолда олар отбасының қазіргі жағдайын талқылайды. Одан кейін Уолтер Густың жасырын зертханасына келеді. Сол жерде ол өзінің жаңа көмекшісімен танысады. Оның есімі Гейл. Гейл өзінің білімі, химияға деген қызығушылығы туралы айтып береді. Кейін Уолтерге ерекше әдіспен дайындалған кофе ұсынып, екеуі жаңа зертханада жұмысқа кірісуге дайындала бастайды. Осылайша «Во все тяжкие» телесериалының 3-ші маусымын жартылай аяқтайтын болам. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Ал енді келесі видеоға дейін көріскенше күн жақсы. Достар, видео қалай шықты? Өз ойларыңды, пікірлеріңді комментарийға қалдырып кетіңдер. Бұйырса 3-ші маусымның жалғасы шығатын болады. Сау!